Түймебас Есбол ағамыздың жүйрігі Жармыштан келіп отыр. Әлижан бәйгі бала. Және де 9-шы номердегі Ақсұңқар Бердиев Өмірхан ағамыздың жүйрігі Иса Тізгін деген Ақкетіктен келіп отыр. 10-шы номердегі Ақмоншақ деген жүйрігімен Ерғұлып Асылбек, Сырымбек баптап келген Мадияр Тізгін деген Жаңаөзеннен келген қонағымыз кетіп бара жатыр 10-шы номермен. 11 Айжұлдыз Құдабай Абзал ағамыздың жүйрігі Жетібайдан келген 12-ші номердегі Сайфон деген жүйрік мінекей Мирас баптаған Айбар Мархабай ағамыздың жүйрігі Сайөтестен келіп отыр. 13 Бақкелді деген жүйрігімен Тағанып алда берген Дастан Тізгін деген Сыңғырлаудан келіп отыр. 14 Бірлік деген жүйрік Әмин Амандық ағамыздың жүйрігі. Бұл да үштікте жүрген құнандарымыздың бірі Сайөтесте орын алып жүрген Ақтау қаласы Мұнайлы ауданы Айдар бәйгі баласы. 15-ші номерде бізде кетіп бара жатқан Найзағай Мақсат баптаған Амангелді атесі Шалқар бәйгі бала Жаңаөзен қаласы. 16-шы номердегі Абадан деген жүйрігімен Биғазиев Құбайдулланың жүйрігі Руслан Тізгін деген Орал қаласы Тайпақ ауданынан келіп отырған қонақтарымыз. 17-ші номердегі Байғанин деген жүйрігімен Нұрланбек ағамыздың жүйрігі Мұнайлы ауданы Ораз бәйгі бала. 18-ші номердегі Қалдыбаевтар әулетінің атақты Айтұмар деген жүйрігі Азамат Дәулетұлы баптаған Рахатұлы Нұрислам Тізгін деген Жаңаөзен қаласы. Және де келесі 19-ші Шағала деген 22-ші номердегі Ақбақай Жоламан парти бапкері Еңсепов Алмас ат иесі Заңғар бәйгі бала Жаңаөзен қаласынан келіп отыр. Ал мінекей қадірменді ағайындар, тастай 22 құнан жарыс жолында жүйріктеріміз бен жігіттерімізге сәттілік тілеп отырайық. Мінекей айтулы атақты құнандарымыз бар. Оны қазір құнан бәйгінің барысында ортасында бір. Ал қадірменді ағайындар, құнан бәйге бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымды аяқтасады. Жылқыға жаным құмар адам едім, адал болған әраққан арам керің, болат тұяқ тасшалар дүгіріңмен, кеудеме діріліңді сала бердің деп мінекей құнандарымыз топтасып, бірлесіп кетіп бара жатыр. Бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымды аяқтасты. Жүйріктеріміз алдыңғы топта кетіп бара жатқан Ақкетіктен келген және де Еңсепов Алмас Ақбақай, 18-ші номердегі Қалдыбаевтар әулеті Айтұмар және де кетіп бара жатқан Әмин Амандық ағамыздың жүйрігі Бірлік есімді 5-ші номердегі Найзағай Тастемиров Сырлыбек және де бізде тіркелген 16-ші номердегі Абадан Биғазиев Құбайдулла ағамыздың жүйріктері алдыңғы топта кетіп бара жатыр. Орал Тайпақтан келген жүйріктер бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға кеткен болатын. Бүгінгі құнан бәйгінің жүлдесімен таныса отырсақ. Құнан бәйге жүлделі бірінші орынға 700 мың теңге, екінші орынға 500 мың теңге, үшінші орынға жылқы
4-ші орынға тай, 5-ші орынға 100 мың теңге қаржылай сыйақы қарастырылған. Қадірменді ағайындар, бүгінгі Шопан ата бас бәйгесін көтеріп жатырған Қосай ата ұрпақтарына алғысымыз шексіз. Бір долы қошемет жасап қол соғып қойсаңыздар. Осы біршама уақыттан кейін ұйымдастырылып жатырған осы бәйге жүргізу саласында көріп отырғаным осы 2-ші пикап. Осыдан бір 2018 или 16 жыл болу керек. Пикап тігілген, осы әлім ата ұрпақтары бар шүйткеде өткен бәйгеде бір Халюкс тігілген болатын. Содан кейінгі арасына жыл салып, бүгінгі аламан бәйгеге және де ертең Пірбекет атамыздың аламан бәйгесіне 2 Ақсұңқардай, ақ тұлпардай 2 Toyota Халюкс тігіліп отыр. Қадірменді ағайындар, шапқаныңда желді ескен құйынсың, бапқа түсіп ащы терің сұйылсын. Бүгінгі дода ұлы аламан бәйгесі адал шабар шын жүйрікке бұйырсын деп, бүгінгі Құнан бәйгемізді 1-ші айналымды аяқтап 2-ші айналымға шығарып салған болатынбыз. Бағана айтып өткендей, жүйрік құрандарымыз топтың алдын бастап өткен болатын. Алдындағы жүйріктерді төрешілер мұқият қадағалап қарап отырайық. Жүйріктер 1-ші айналымды аяқтап 2-ші айналымға кеткен болатын. Қазір 2-ші айналымды аяқтап соңғы айналымға кететін болады. Қадірменді ағайындар, бүгінгі аталар рухына тағзым атты үлкен асымыз өзінің жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Қадірменді ағайындар, бағана айтып өткендей 5-ші номердегі Найзағай Сырлыбек Тастемиров ағамыздың самауынан келген құнанымыз бар. Және де Байдик Алижан деген құнанымыз бар. Және де кетіп бара жатқан бізде бақ келді, бірлік, әмин, амандық. Қалдыбаевтар әулеті айты бар. 16-ші номердегі Абадан Бейғазиев Құбайдолла Орал тайпақтан келген. Айерке, Жұлдыз, Ақбақай деген жүйріктеріміз кетіп бара жатыр. Бір айналғаны 4 километр. Қадірменді ағайындар, соны қаперіңізге салып отырамыз. Құнандарымыз қазір 2-ші айналымды аяқтап, 3-ші соңғы айналымға кететін болады. Жүйріктеріміз аз ғана минуттардан соң тіке жолға шығатын болады. Қадірменді ағайындар, әзірше алдын бастап келе жатқан 2 құнанымыз болу керек. Тіке жолға шыққасын белгілі болады. 2 құнан бұл қай жүйрік болды екен? Рациямен төрешілер бізге хабарлап отырайық. Ел халыққа кімнің аттары кетіп бара жатқаны қызық дегендей. Ал соңғы айналымға шығарып саламыз. Қадірменді ағайындар, тарта алақаның тозды ма, айқай шуға делебеңіз қозды ма, жіберіңдер, босатыңдар тізгінді, жүйріктерім бара жатыр соңғыға деп. Мінекей жүйріктеріміз, қадірменді ағайындар, Құнан бәйге соңғы 2-ші айналымда аяқтап 3-ші айналымға кетіп бара жатыр. Қадірменді ағайындар, алдын бастап келе жатқан 4 құнан. Бұл қай жүйріктер болды екен? Номерін түгелді жазып алайық. Төрешілер, номерін түгел хабарлайық. 4 құнан 2-ші айналымда аяқтап соңғы 3-ші айналымға кетіп бара жатыр. Дембе жібермейік. Қадірменді ағайындар, соңғы айналым жігіттер, салыңдар, барыңдар. Соңғы айналым. Алдын бастап 16, 14, 17, 5, 27, 23, 10-ші номердегі, 18-ші номердегі жүйрік құнандарымыз кетіп бара жатыр. Алдын бастап өткен құнандарымыз 16-ші номердегі Орал тайпақтан келген Абадан Бейғазиев Құбайдолла ағамыздың жүйрігі алдыңғы топта. Руслан Бәйгібала. Және де 14-ші номермен кетіп бара жатқан Әмин Амандық Бірлік есімді жүйрігі
Алдыңғы топта атақты Айдар Қайрошұлы Қозы деген бәйге бала тізгіндеген. 8-ші номердің Құнанның Түймебас барайықшы. 8-ші номер Құнаны 46 төрде. 8-ші номер Түймебас Есбол Жармыш төрде Құнанына барсын. Және де 5-ші номердегі Сырлыбек Кастемиров Найзағай деген Құнанда кетіп бара жатыр. 1-ші орынға ниетті Құнандарымыз 20 кетіп бара жатқан Айерке Нұрберді Жан Серік ағамыз сай өтестен келген. Және де 7-ші номердегі Байдик Алижан кетіп бара жатқан Ақкетек. Және де алдыңғы топта 2-ші топта кетіп бара жатқан 18 Айтұмар Қалдыбаевтар әулетінің Құнаны кетіп бара жатыр. 8-ші номердегі бұл енді топтың артқы легі. Бұлар енді 2-ші айналымда аяқтап, 3-ші айналымға енді аяқ басып бара жатыр. 4 мұқият қадағалап номерін жазып алайық. 4-ші номер алдарыңыздан өтіп бара жатқан. Және де 11-ші номердегі жүйріктер кетіп бара жатыр. 21. Қадірменді ағайындар, бағанағы айтып өткендей айтулы Құнандарымыз осы жылдың басынан бері, маусым ашардан бері жүлделі орынға иеленіп келіп жүрген Құнандар. Бүгінгі атамыздың бәйгесі 12 шақырымдық 3 айналыстан тұратын атамыздың бәйгесіне 1-ші орынға ниетті Құнандарды атап өткен болатынбыз. Қазір аздаған минуттардан соң бүгінгі Құнан бәйгесінің бас жүлдесінің иегерін анықтайтын боламыз, қадірменді ағайындар. Шабандозын тыңдайды бастаса іркіп тастардай, адымын созып алысқа, түсемін деп салысқа, топ бастаған жүйріктер шауып барат намысқа деп. Мінекей жүйріктің тектілігі мен жігіттің ептілігін анықтайтын дода. Құнан бәйге, қадірменді ағайындар, қарсалдарыңызда жеңімпазын анықтауға аз ғана минуттар қалды. Бұл қай жүйрік болды екен, қадірменді ағайындар? Жүйріктеріміз тіке жолға шықты. Әзірше алдын бастап келе жатқан Құнан. Реттік номері төрешілер алыстан көріп жатсаңызда бізге хабарлап отырайық. Ал қадірменді ағайындар, бүгінгі Пірбекет атамыздың 275 жылдығы және де Шопан атамыздың рухына арнап бағышталған бүгінгі ас бәйгесінде Құнан бәйге 12 шақырымдық 3 айналымнан тұратын Құнан бәйгеде жүлделі 1-ші орынға ниетті таласып келе жатқан бұл қай жүйрік болды, қадірменді ағайындар? 2 Құнан тіке жолға шықты. Айқай қайда, шу қайда, қолдау қайда, дем қайда? Бүгінгі Құнан бәйгенің жеңімпазы фото-финиш міндетті түрде керек, қадірменді ағайындар. Төрешілер мұқият қадағалап номерін айтайық. Қошемет қайда ағайын, айқай қайда? 12 шақырымдық Құнан бәйгенің жеңімпазы, Шопан ата рухына арнап берген ас бәйгенің жеңімпазы, жүлделі 1-ші орынға иеленіп келе жатқан номері 16 Орал Тайпақтан келген Құбайдолла ағамыздың жүйрігі 2-ші 14-ші болып мәре сызығын кесті. 18-ші номердегі жүйрігі өтті 3-ші болып. 4-ші болып мәре сызығын кескен жүйрігі бізде номері. Мұна біз номер жігіттің номерін қадағалайық. Төрешілер, дұрыс па бұның несі? 15. Ал қадірменді ағайындар, жүлделі орынға
алдын бастап өткен жүйріктерді айтуға міндеттіміз. Дей тұрғанмен де бұның барлығы да төрешілердің ұйғарымы бойынша бәйге беріледі. Бүгінгі Құнан бәйгінің жеңімпазы 16 номердегі Абадан деген жүйрігімен Биғазиев Құбайдулла ағамыздың жүйрігі Оралдан келген, Тайпақтан келген ағайындар, құтты болсын жеңістерің Құнан бәйге. Екінші болып мәре сызығын кескен Әмин Амандық ағамыздың Бірлік деген жүйрігі Азамат бапкері Айдар Қозы бәйгі бала, Ақтау қаласы Мұнайлы ауданынан келген Құнан. Үшінші болып мәре сызығын кескен Қалдыбаевтар әулетінің Айтымар деген Құнаны Азамат Дәулетұлы баптаған Рахатұлы Нұрислам тізгіндеген Жаңаөзен қаласына бұйырды 3-ші орын. Төртінші болып мәре сызығын 5-ші номердегі өткен Сырлыбек Тастемировтың Найзағай деген жүйрігі Самаулы, құтты болсын. 5-ші болып мәре сызығын кескен бізде 4-ші болып, кешірім сұраймын, 10-ші номердегі жүйрік Ақ Моншақ деген жүйрігімен Ерғұлов Асылбек Жаңаөзен қаласы 10-ші номердегі 4-ші болып мәре сызығын кесті. 5-ші болып жаңағы Найзағай Тастемиров Сырлыбек Самаулы 5-ші болып мәре сызығын кесті.